Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода жаратылыстану пәнінен 2-ші тоқсанға арналған БЖБ 1-ге талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Тіркелмеген оқушылар болса және каналда белсенділік танытып, яғни актив көрсетіп кетсеңдер өте керемет болатын еді. Тақырып заттар және материалдар бөлімі бойынша біз БЖБ тапсырамыз, яғни оған 20 минут уақыт беріледі. Және де 4 түрде тапсырма бар. Бірінші бізге тест берілген екен. Бірінші, физикалық құбылысты белгілеңіз дейді. Жауабы А болады, мұздың еруі. Екінші, химиялық құбылысты белгілеңіз дейді. Жауап А болады, сүт ашиды. Келесі, химиялық құбылысты сипаттайтын белгіні анықтаңыз дейді. Яғни ол С жауап болады. Зат бір күйден басқа күйге ауысады, яғни өтеді. Жауап осы. Келесі, 4-ші тапсырма. Сызба нұсқаға қажетті сөздерді теріп, ерігіштік ұғымын тұжырымдап беріңіз. Бор, ас тұзы, май бояулар, ас содасы, өсімдік майы, дәрі, марганцовка, құм, мұнай, қант, саз, сабын. Яғни осы бізде курсивпен жазылған сөздерді екі бағанаға бөліп жазуымыз керек. Бірінші, ерігіштік сөзін сипаттайтын болсақ, ол заттың белгілі бір еріткіште еру қабілеті. Белгілі бір жағдайда заттың ерігіштігінің сипаттамасы ретінде оның қаныққан ерітіндідегі концентрациясы алынады екен. Келесі бізде суда еритін заттар, ол ас тұзы, ас содасы, бор, сабын, қант және дәрі-дәрмек. Ал суда ерімейтін заттар, олар өсімдік майы, яғни ол ерімейді, сіңіп кетпейді, судың бетінде қалқып жүреді. Келесі марганцовка. Келесі бізде мұнай және майлы бояулар жатады екен. Суда еритін және ерімейтін заттарды жазып аламыз. Келесі 4-ші тапсырманың Б тапсырмасы жай заттарды жіктеңіз дейді. Яғни жай заттар екіге бөлінеді, металдар және бейметалдар. Біз мына берілген курсивпен берілген сөздерді екі бағанаға бөліп жазуымыз керек. Бірінші, металдар ол темір, мыс, магний, алюминий, мырыш, кальций, алтын, сынап. Ал бейметалдарға оттек, йод, күкірт, сутек, көміртек, азот, кремний, фосфор және хлор жатады екен. Жазып аламыз оқушылар. Келесі С тапсырмасы. Жай заттың атауы мен оның қасиеттерін сәйкестендіріңіз дейді. Мына тапсырманы жазып алсақ, мен бұлай ауыстырамын. Мырыш, яғни біз мырышты сәйкестендіруіміз керек. Мырыш металдық жылтырлығы бар. Осылай стрелка қоямыз және электр тоғын жақсы өткізеді. Мырыш екеуіне стрелка қоямыз. Келесі күкірт, ол су жұқтырмайтын зат. Осыған стрелка қоямыз және де ол созылмайды. Осыған стрелка қояды екенбіз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі БЖБ талдауымыз аяқталды оқушылар. Каналда 5-ші сыныпқа арналған басқа да пәндерден БЖБ 1, БЖБ 2 және ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.